Сәлематсыздар ма балалар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен 3-ші сынып қазақ тілінің 3-ші сабағымен таныс болатын боламыз. Жанды табиғат туралы не білетінімді еске түсіремін бөлімі мәтін. Балалар, мәтінге тән белгілерді есімізге түсірейікші? Дұрыс айтасыңдар балалар. Мәтіндегі сөйлемдер мағыналы жағынан өзара байланысты болып келеді. Мәтінде белгілі бір ой болады. Мәтінге сонымен қатар ат қоюға болады. 11-ші жаттығу. Гүл гүлшелерін мәтіннің бұдан басқа да белгілерімен толықтыр. Мәтінде негізгі ой болады. Мәтіннің тақырыбы болады. Мәтіннің тірек сөздері болады. Мәтін азат жолдан басталады. Мәтіннің негізгі бөлімі болады. Ол мағыналық жағынан байланысып тұрады. Және мәтін қорытынды бөлімнен, яғни түйіннен тұрады. Дұрыс айтасыңдар. 12-ші жаттығу. Мәтінді тыңда. Мәтініміздің тақырыбы глобус. 3-ші А сыныбында бір глобус жылап тұр екен. Сұмдық-ай, деді мұғалім шошып. Кім сені осыншама жәбірлеген? Шаншаров, деді де глобус қыстыға жылап жіберді. Ол кеше сабақтың соңында бокс көрсетемін деп мақтанып, менің басымнан төмпештеді. Әй, Шаншаров-ай, деп күйді мұғалім. Глобуста нең бар еді? Қазір бүкіл дүние жүзі бейбітшілік үшін, жер ананың жүрегіне жара салмау үшін күресіп жатқанын білмегенің бе? Орнынан сүйретіле түрегелген Шаншаров ұялғаннан қып-қызыл болып төмен қарады. Мұғалімнің нені меңзегенін түсінді. Нұрғали Оразовтан. 12-ші жаттығудың тапсырмалары. 1. Мәтін кейіпкерлерін сипаттап жаз. Бізде мұғалім қандай? Мұғалім мейірімді, әділ, ақылды. Ал Шаншаров ше? Ол Шаншаров тентек, бұзық бала. Ал глобус сезімтал. Дұрыс айтасыңдар балалар. 2. Мәтіннен тірек сөздерді тап. Бізде мәтіндегі тірек сөздер олар глобус, жәбірлеу, мұғалім, Шаншаров, мақтану, төмпештеу, жер ана, бейбітшілік, ұялу. 3. Қарамен жазылған сөйлем туралы өз ойыңды айт. Қазір бүкіл дүние жүзі бейбітшілік үшін, жер ананың жүрегіне жара салмау үшін күресіп жатқанын білмегенің бе? Яғни балалар, біз әрқайсымыз өз пікірімізді жазамыз, ал мен сіздерге үлгі көрсетіп беремін. Бұл сөйлемнің негізгі мағынасы жер ананы қорғау, құрметтеу. Қазіргі таңда табиғаттың ластануы, су, ауаның ластануы орын алып отыр. Оның ішінде күнделікті шығарылатын тұрмыстық қалдықтар, көліктердің түтіні, қазба жұмыстарының зияны өте көп. Олар ауаны ластайды, суға түседі. Бұның барлығы тіршілік көзіне үлкен қауіп төндіреді. Сондықтан жер ананы қорғауды әр адам өзінен бастау керек. Жер ананы ренжітпейік. Балалар, әрбіріміздің өзіміздің жеке пікіріміз бар екенін ұмытпаймыз, балалар. Ары қарай өз пікірлерімізді жазамыз. Мен сендерге сенемін. Біз мықтымыз, балалар, жарайсыздар. Келесі бізде шығармашылық үзіліс. 13-ші жаттығу. Мәтінді оқып, бөліктерді дұрыс қалыпқа келтір. Зеңгір аспанда көшіп бара жатқан бұлттар түтінге ұқсайды. Тіпті түтіннен аумайды. Әже немересіне бұлт дегенді қалай түсіріндірерін білмей ойланып тұр. Айым аспанға қарады. Аспанда шарбы бұлт көшіп барады. Әже, аспанға кім түтін жіберді? Бұлт қой ол, түтін емес. Жоқ, түтін, өзіңіз дұрыстап қараңызшы. Үлкен кісі де көк жүзіне назар салды. Әлсейіт Ақпанбетұлы.
Келесі зеңгір, шарбұлбұл, түтін сөздерінің мағынасын төмендегі қай дерек көздерден табуға болады, балалар? Ойланайықшы. Зеңгір, шарбұлбұл, түтін сөздерінің мағынасын біз кітапханадағы кітаптардан, үлкендерден сұрау арқылы, түсіндірме сөздіктерден және ғаламтордағы дерек көздерден табуға болады. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Зеңгір дегеніміз аспанмен таласқан биік, заңғар, зәулім деген мағынаны білдіреді. Шарбы бұлт, селдір, сирек бұлттар, яғни жауын жаудырмайтын бұлттарды айтамыз, Ал түтін көкшіл немесе қара қошқыл тұман. 13-ші жаттығу. Мәтіндегі әже мен немересінің диалогын қатесіз көшіріп жазамыз, Яғни 14-ші жаттығуда 13-ші жаттығуға қарай отырып, мәтіндегі әже мен немересінің диалогын қатесіз көшіріп жазамыз. Диалогты өздерінің ауызша жалғастырыңдар. Яғни өздеріміз ауызша жалғастырамыз, ары қарай. Әже, аспанға кім түтін жіберді? Бұлт қой, ол түтін емес. Жоқ, түтін, өзіңіз дұрыстап қараңызшы. Үлкен кісі де көк жүзіне назар салды. Құлыным, мұхит теңіздердегі су бу болып аспанға ұшып бұлт пайда болады. Ол бұлт келіп, басқа жерлерге жаңбыр болып жауады. Міне ғажап, енді біліп жүретін боламын. Рахмет, әже. Балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар, зейіндеріңіз жасылсын. Рахмет.